Көпшілігіміз бақытқа жетудің дұрыс жолы барлық жақсыға «я» деп айту деп ойлаймыз. Кейде бас тартатын нәрсенің өзіне «я» деген жауапты көп айтамыз. Алайда бұл дұрыс емес. Адам бақытқа жету үшін қарым-қатынасын сақтауда уақыт пен қаражаттың үнемдеп қалу үшін де кейде жағымсыз естілетін «жоқ» деген жауапты өзгеге емес өзіне де айта білгені дұрыс. Ендеше қандай жағдайда «жоқ» деп айту керектігін біле жүріңіздер. Өз-өзіңізді шектен тыс сынға алмаңыз. Себебі сіз өз ойыңыздағыдан әлде қайда жоғары екендігіңізді ұмытпаңыз. Қажетті істерде кейінге қалдыруға өзіңізге «жоқ» деңіз. Тек ойланып жүре беруге болмайды. Нақты іске көшу қажет. Әрбір ойға алған істі мейлі ол маңызды емес екеніне қарамастан кейінге қалдырмай уақытында жасалғаны дұрыс. Өзіңізді қорламаңыз. Адам өз бойындағы кемшілігіне тұншықпай, одан да жақсы болуға ұмтылу керек. Есіңізде болсын, өзіңізге ұнамайтын, өзіңізді сол үшін жек көретін бойындағы кемшілік өзге біреуге ұнауы, тіпті сол үшін жақсы көруі мүмкін. Менменшілдікке «жоқ» деу керек. Өзімшіл болмаңыз. Ондай жандар көбіне жалғыз қалады. Мүлтіксіз орындауға тырыспаңыз. Қолдан келмейтін істі мүлтіксіз етіп орындауға уақыт жоғалтып алмау керек. Бастысы дұрыс, жақсы орындалса болғаны. Сылтауларға жол жоқ. Америкалық оқымысты педагог Джордж Вашингтон Карвер жолы болмайтындардың 99% үнемі сылтау айтатын жандар дейді. Сондықтан сылтаудан бұрын өзіңізге неге сылтау іздеп тұрмын деген сұрақты қайтара қойыңыз. Сонда ғана шын мәніндегі себебін түсінесіз. Әдет бойынша өзіңізді өзгелермен салыстыру, айналадағы бәсекелес жандарға қарамаңыз. Тек өзіңізге сеніңіз. Мен анау секілді бола алмаймын. Ол маған қарағанда әдемірек, табысты тағы басқа. Деген қажетсіз сылтауларды ойдан мүлде алып тастаған дұрыс. Ондай ойлар жүйкені тоздырып, денсаулыққа кері әсерін тигізеді және жақсы ойлар ойлап алға қарай дамуға кедергі келтіреді. Салыстыру жайлылықтың басты жауы. Қызбалықпен аяқасты шешім қабылдамаңыз. Қандай шешім болса да байыппен әр қадамды ойлана қабылдаған жөн. Зиянды тағамдарға «жоқ» деңіз. Барлық пайдалы деген тағамдар өте дәмсіз көрінеді. Керісінше, ағзаға зиянды деген тағам сусындар өте тәтті келеді. Алайда бұл тек сіздің ойыңыз. Егер пайдалы тағамға айрықша қарасаңыз, онда оның да тәттілігі арта түседі. Өз денсаулығыңыз бен сымбатыңызға мән беріңіз. Ол үшін зиянды тағамдарға «жоқ» деген дұрыс. Түскі немесе кешкі асты ішпеу, жақсы жұмыс істеу үшін ми қорек алып тұруы керек. Уақытында тамақтанбай, аш құрсақ қалу мидың жұмыс жасау қабілетін төмендетеді. Артық салмақ қосуға алып келеді. Автокөлікті теріс жағдайға пайдаланбаңыз. Мүмкіндік болса жақын жерлерге жаяу барған жөн. Көлігім бар деп мініп кетпей, себебі жаяу жүру адамның санасын сергітеді. Тың ойлар келе бастайды. Денсаулық үшін де пайдасы зор. Оятқыш уақытын өзгертпеңіз. Алға қойған мақсатқа ойды жинақтап, уақытты нақты қоя білу керек. Басыңызға тағы 5 минут деген нәрсе келмеуі тиіс. Күнделікті түрлі кештерге, бас қосуларға «жоқ» деген абзал. Әрине, достармен бас қосу көңіл көтергенге не жетсін.
Бірақ күнделікті немесе тым жиі емес. Мұндай кезде адамда толық демалуға, мақсатын айқындап жолға қоюға уақыт жетпей қалады. Барлық нәрсеге шектеу болу керек, тіпті шектеудің өзінде де. Ұйықтар алдындағы ұйқашар жайттарға адам толық демалу үшін оған мейлінше ештеңе бөгет болмаған дұрыс. Себебі ұйқысы қанық адамның ойы да жинақы болады. Ойды бөлетін нәрселерге жоқ деңіз. Үнемі болмашы жайттарға алаңдай берген жан үлкен іс тындыра алмасы анық. Сондықтан үлкен маңызды тапсырманы орындар алдында кез келген абыржудан сақ болыңыз. Ілгерілеуге, алға басуға кедергі келтіретін жайттарға жоқ деңіз. Көңіліңізге ұнамайтын досыңыз немесе әріптесіңіз бар ма? Бұғаттап тастаңыз. Көп сериал көресіз бе немесе көп ойнайсыз ба? Доғарыңыз, кейін еркінсуге уақыт болған кезде қайта оралуға болады. Көңіл күйіңізді көтермейтін қызықты емес жазбаларды оқымаңыз. Қызықты емес кітапты аяғына дейін оқып тастау міндет емес. Тіпті әлеуметтік желілердегі жазбаны да бастап қойдым ғой, аяқтай салайын деу шарт емес. Өзіңіз сүйсініп оқымайтын, рахат сыйламайтын жазбаларды оқуды тоқтатқан жөн. Есесіне дұрыс жақсы нәрселерге уақыт табылатын болады. Пайдасы жоқ істерді аяқтауға асықпаңыз. Өз жоспарларыңызды реттеңіз. Тек маңызды деген істерді бірінші кезекте атқарып тастауға тырысу қажет. Пайдасыз істі тиімді етіп атқарудан пайдасыз нәрсе жоқ деген америкалық экономист Питер Дуркер. Тек қана сұрайтындар мен ала беретіндерге жоқ деп айту керек. Кей адамдар ала бергенге жаман үйреніп қалады, ал өзі бергісі келмейді. Сондықтан я деген сөзді көп айтатын жандарға ғана я деу қажет. Әлеуметтік желілер қазіргі кезде әлеуметтік желіге кірмейтін жан азау. Біреулер жұмыс үшін, енді бірі өз қызығушылығы үшін дегендей. Алайда әлеуметтік желі адамның өте көп уақытын ұрлайды, уақыттар босқа кетеді. Сондықтан жұмыс істеуге қажетті болмаса, кейбір қосымшаларды телефоннан өшіріп тастаған дұрыс. Өзгелерді қараламаңыз. Адамдарға жақсы көзқараспен қараңыз. Жек көрмеңіз, өсектемеңіз, ойдан құрастырып қараламаңыз. Өзгелерге олай жасамаңыз, өзіңізде де ондай мәселе туындамайды. Өсекті тыңдамаңыз, өсек адамды улайды. Үнемі өзгелерге көңіл толмай, шағымданып өсектеп жүретіндерден бойда аулақ салыңыз. Себебі сізге өзгелерді өсектейтін адам сізді де басқаларға жамандайтына күмәніңіз болмасын. Жаман әдеттерге жоқ деңіз. Күнделікті қайталанатын, жалықтыратын істерге батып қалмаңыз. Себебі ондай істер мақсатқа жетуде қандай да бір нәтиже шығаруға кедергі келтіреді. Әдеттер тізбегі бастапқыда өте жеңіл болғандықтан кейде оны тіпті сезбей де қаласыз. Бірақ уақыт өте оның ауыр болғаны соншалық оны тастай алмайсыз, дейді америкалық кәсіпкер Уоррен Баффет. Жоспарланбаған кездесулерге бармаған дұрыс. Аяқасты жоспарсыз болатын кездесулер көбіне ұзаққа созылады, бірақ ешқандай пайда әкелмейді. Тек уақыт жоғалтқаныңыз болады. Сондықтан мейлінше ондай жағдайдан қашқан дұрыс. Кәсіп иесі болсаңыз, нашар клиентке жоқ деңіз. Егер клиент сізге құрмет танытпаса, өзін дөрекі немесе тағы басқалай қадірсіз ұстаса, онда мұндай жанға текке уақыт пен күш-қуат зая кетірудің қажеті жоқ. Жақсы нәрсеге де жоқ деген жөн. Себебі жақсы нәрсеге я дей беру үлкен ұлы істерді атқаруды кейінге шегереді. Осы жақсы болғаны жетеді деген ой
оның одан да ары қарай дамуын тежейді. Қоқырсыған кеңістікке жоқ деу керек. Жұмыс орныңыз болсын, үй іші, тіпті телефон, компьютердегі қоқыстың бәрін тазартып, ретке келтіріп қою керек. Шашылып, ыбырсып жатқан жерде немесе іші болмашы дүниелерге толы телефонмен жұмыс жасау қиын. Сондай-ақ ойдағы артық болмашы нәрселерден де құтылған дұрыс. Сонда жұмыс жасауда жеңілдейді. Көңіліңіз де көтеріліп қалады. Жұмыс уақытында жеке мәселелерге жол жоқ. Жұмыста тек өз ісіңізге ғана беріліп, жеке отбасы мәселелерін араластырмасаңыз, онда жұмысыңыз да нәтижелі болары сөзсіз. Сондай-ақ жұмыстың мәселесін де үйге алып келіп әдеттенбеген жөн. Теледидар мен жұмсақ жатын жиһазға ең маңызды қажетті нәрсеге ойды бағыттап жинақтау үшін бір сәтке болса да еркіндіктен айырған жайлықтан шығуға тура келеді. Қол бостық әрекетсіздікке жоқ деңіз. Шамалы қолыңыз босай қалса, өзіңізге қажетті пайдалы іспен айналысыңыз. Қолым босады деп телефоннан керексіз видеоларды көруге немесе жата қалуға болмайды. Телефонға жоқ десеңіз, біраз уақытыңыз үнемделеді. Нақты жұмыс жасайтын адамдардың көпшілігінің телефоны күн ұзаққа ұшу режимінде тұрады. Технологиялар адамға жақсы дос болуы мүмкін, бірақ ойлауға, армандап, қиялдауға кедергі келтіреді. Телефон қосулы тұрған соң үнемі алаңдап, ойыңыз сонда болып тұрады. Сондықтан телефонға кіріп кетпеген дұрыс. Ал сіз осы тізбектің ішіндегі қайсысына қатысты өзіңізге жоқ деп айта аласыз?